армысыздар, құрметті тыңдармандары. Арнама жазылмаған болсаңыз, жазылып қолдап кетіңіздер. Анасының аруағымен тілдескен жігіт. Кішкентай кезімдегі өзімнен бір-ақ жас үлкен әпкеммен ойыншыққа таласып, жиі ұрысып қалатынмын. Сонда әжем: "Құлыным, адам баласы бұл өмірге қонақ болып келген. Жер бетінде мәңгі тұрақтау ешкімнің маңдайына жазылмаған. Араларында сыйластық болсын, бір-біріңді ренжітпеңдер" деп айтатын. Бірақ ол кезде баламыз ғой, бәрін шолақ түсінеміз. Өсе келе небәрі оқиғаларды естисің, кейде көріп те жатасың. Біреуді көлік қағып кетіпті, түгенше жүріп кетіпті деп тағы басқа. Осындайда әжемнің сөздері еріксіз есіме түсіп кетеді. Ол кісі біліп айтқан ғой, мына жалғанда ешкімге мәңгі тұрмайды деп қаласың. Жақында оқыған мына бір шынайы оқиға сенімімді нығымдай түсті. Автор есімде емес, осы бір жайды айтқым келеді. Жаслан Жан дегенде жалғыз бала, арқа сүйетін ағасы, артынан ерген іні қарындасы да жоқ. Бар сүйіншісі, тірегі анасы болатын. Басында қандай қиындық тап болса да, қолдауда анасынан іздейтін еді, бірақ бүгін анасынан да мәңгілікке қол үзді. Жападан жалғыз қалды. Анасының қазасы Жасланды біржолата есіңгіретіп кетті. Бұрындары жүзінен күлкі кетпейтін, оның қабағын мұң шалған, ешкімге ләм-мім деп тіл қатпайтын. Түннің бір уақытында дейтін, басы ауған жаққа мың-заң болып жүретін беретін шығарды. Тек таңға жоқ үйіне оралады. Бірақ анасы үй қаңырап бос қалғандай. Табалдырықтан аттай бере анасы есіне түсіп, егіліп қоя береді. Құдды қара түнекке енгендей күй кешеді. Осындайда дос жарынан үйге жағалап кететін болды. Арада біраз күндер өтті. Уақыт ұлы емші дейді ғой. Қайғылы күндері алыстап, Жасланның да жарасы жазылып, ел қатарлы өмір сүре бастады. Күнделікті тамағын өзі дайындап, жұмысын өзі мойнына алған. Кейде жұмыстан кейін достарымен бас қосып біраз сергіп қалады. Енді ғана қанатын қайға жазып самғай бастағанда мынандай бір сұмдық жағдайға тап болды. Кешкі асын ішіп болған Жаслан дастарханның бетін жауып жуыну бөлмесіне кіріп кетеді. Қайтып келсе, ыдыс жуылған, дастархан жиналған, бәрі өз орнында. Таң қалды. Алайда өзім істеген болармын деп аса мән бермейді. Келесі күн жұмыстан оралғанда үйінің төсек орнының таза тұрғанын көріп қорқа бастайды. Бұл қалай, мұны кім істеген деген өз маза бермеді. Ары ойланып, бері ойланып түсінбей деп қалды. Үйдің кілті болса өзінде ғана. Ақыры болған жайды достарына баяндап береді. Бірақ олар да еш қолы болмады. Қайта есің ауған сенің деп мазаққа айналдырады. Қайғымен тағы да бетпе-бет қалған Жаслан бұл жолы жұбанышты арақтан іздей бастады. Тәлтіректеп екі аяғын кезек-кезек сырғып басып, Жаслан пәтерінің алдына келіп тоқтады. Алба-жұлбасын шыққан шалбарының қалтасында қолын сұқты. Бармағынан ілінген сымды жұлып алып, есікке қарай беттеді. Кілтті тұтқаға салып, есікті ашты. Әбден діңкесі құрған ол бірден диванға құлай түсті. Көз ілініп бара жатыр екен, кенет сыңсыған дауыс естілгендей болды. Бара-бара әлгі дауыс жақындай түсті. Орнынан алып тұрған Жаслан жан-жағына қарайлады. Өзінен басқа тірі жан жоқ. Жылаған дауыс біресе теледидар жақтан, біресе іргеден, ал дәл қазір терезе жақтан шығып тұр. Жасланның денесі үрей билеп, қатты қорыққаннан мастығы да тарап кетті. Кенет әлгі дауыс сәл тыйылып, балам деген сөз анық шықты. Бұл қайтыс болған анасының даусы еді. Қарағым-ау, күн сайын солып барасың ғой. Мен өлгенмен әлі екі ортада жүрмін. Қиналдың-ау, құлыным. Келші бауырыма қысайын деп
тіл қатты. Анасының әлі тірі екенін таң қалған Жасұлан балаша қуанып, көзіне еріксіз жас алды. Осылай анасымен қайта қауышқан Жасұлан күн сайын анасының бейнесіне көре алмаса да, даусын естіп сөйлесіп жүрді. Кейде еркелеп, кейде бір сәт ыстық құшағын бөленіп жүргендей болды. Бірақ іште қорқатын, мен осы не істеп жүрмін? Анам болса баяғыдай дүниелік болған ғой. Қалай сөйлесіп жүрмін деп өз-өзіне жегідей жеді. Қайтадан араққа салынып бастады. Мұндайда ана байғұс баласының мүжіліп бара жатқанын шыдамады. Дауыс көтеріп ұрыспаса да, түзу жолға түс балам деп қайғырады. Әбден төзімі таусылған Жасұлан қолындағы бөтелкені сөйлеп тұрған шешесіне қарай лақтырып жіберді. Сен өлген адамсың, еркін өмір сүруіме мұрсат бер, естисің бе, кет деп ыңыреп қоя берді. Үйді басына көтерген дауыс көршілерді бірден осындай алып келді. Жасұлан басындағы жайды айтып берді. Көршілер біржолата есінен адасайын деген екен деп тез арада дәрігер шақырады. Бірақ медициналық сараптамада Жасұланның дін аман екенін көрсетіп, дәрігерлер үйіне қайтарады. Жаз уақыт болғандықтан Жасұлан ыстық үйді тымшырықтап ұйықтай алмай шықты. Жамылғысы алып балконға барып қисайды. Самал желдің лебімен тәтті ұйқыға батып кетіпті. Бір кезде қол үйіп мазасы қашып оянып кетеді. Қараса анасы екен, қимай қолынан ұстап тұрған. Қош бол, шырағым, ол дүниеде де кездесерміз деп күрсіне шыққан анасының даусы бірге-бірге алыстап кетті. Бұл жолы мәңгілікке кеткен еді. Міне содан бері Жасұланның оң қолы жансызданып сал болып қалды. Сол бір анасына жасаған опасыз әрекеті бүгінде жаны жегідей жеп, өзгеге өртей барады. Бірақ тым кеш еді. Міне құрметті оқырмандар, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарийға пікірлеріңізді жазып кетіңіздер.